Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Жаңа оқу жылымен сендерді шын жүректен құттықтаймын. Бүгінгі сынып сағаттың тақырыбы Әл-Фараби шығыстың ғұлама ғалымы. Сабақтың мақсаты оқушыларға Аристотельден кейінгі екінші ұстаз Әл-Фараби өмірі, еңбек жолы туралы түсінік беріп, ғұламаның жан-жақты ерекше тұлға болғандығын анықтау. Оқушылардың бойынан туған жерге, еліне деген сүйіспеншілікті оятып, достық пен сыйласымдылықты сезімдерін қадірлей білуге тәрбиелеу. Балалар, осы Әл-Фараби туралы деректерді видео және слайд арқылы танысуды ұсынамын. Неге барлығы Әл-Фарабиді әлемнің екінші ұстазы деп атайды? Әл-Фараби бала кезінен өте зерек, білімге құмар болған. Сол құштарлығының арқасында ол 12-16 жас шамасында саяхатқа шығады. Сол замандағы әлемнің мәдени орталықтары Хорасанда, Дамаскіде, Алеппода, Мысырда болып, ғылым мен өнердің, мәдениеттің ордасы әйгілі Бағдат шаһарына келіп жетеді. Бұл қалада Әл-Фарабиді ерекше қуантқаны оның әлемге әйгілі кітапханасы еді. Алғашқы кезде Әл-Фараби өзін ақын, әнші, күйші ретінде жақсы танытады. Сол кездің әйгілі ғалымдармен кездесіп, олардан көп тіл үйренеді. Тарихи деректер бойынша ол 70-ге жуық тіл білген. Есейе келе Әл-Фараби ежелгі грек ғалымдарының күрделі ғылыми зерттеулерін зерделей бастайды. Міне, осы кезде ол әлемнің бірінші ұстазы атанған Аристотель, Платон сынды ежелгі ойшылдардың шығармаларымен танысады. Орта ғасырларда Европа елдерінде үлкен рухани дағдарыс басталды. Ғылымның дамуы тоқтап, мәдениет құлдырап жатты. Осындай қиын кезеңде халық ежелгі ғұламалардың, соның ішінде Аристотельдің еңбектеріне қайта оралуды жөн көрді. Бірақ ол уақытта Аристотельдің кейбір құнды ойлары бұрмаланып, оны түсіну қиынға соғады. Осы тұста Әл-Фараби Аристотельдің метафизика, категория, бірінші және екінші аналитика сияқты күрделі еңбектерін оқып қана қоймай, жаңсақ ойлардан тазартып, түсініктетіп аударады. Содан бастап, халық Әл-Фарабидің еңбектеріне жүгіне бастайды. Көптеген ғалымдар шығыс мәдениетін, оның тарихы мен дәстүрін Әл-Фараби шығармалар арқылы жақын таниды. Сол замандағы ғалымдардың пікірінше, оның еңбектері Еуропадағы қайта өрлеу дәуіріне, яғни Ренессансқа бастау болды. Осылайша дара тұлғамыз батыс пен шығысты байланыстырған алып көпірге айналды. Сондай-ақ Әл-Фарабиді дүниеге танытқан тағы бір еңбегі «Музыканың үлкен кітабы» атты туындысы. Ғұлама бұл кітабында математикалық тәсілдерді пайдаланып, музыкалық дыбыстарды қағаз бетіне түсіріп, нота түсінігін алғаш дүниеге келген. Музыка теориясын ғана жазып қоймай, аспаптарды қолдан жасап, сол аспаптарда өзі шебер ойнай білген. Әл-Фараби зерттеген негізгі аспаптар сыбызғы, чанг, рубаб, қобыз, тамбур, канун, нагора, дойра және басқалар. Ғалымдардың шығуы, кемеңгерлік меруерті, ізгі қала тұрғындары, музыканың үлкен кітабы, ақылдың мәні туралы және тағы басқа көптеген философиялық зерттеулер жазған. Ғылыми деректерге сүйенсек, Әл-Фараби өзінің 80 жылдық ғұмырында философия, логика, этика, метафизика, тіл білімі, жаратылыстану, география, математика, медицина, музыка салаларында 150-ге жуық трактаттар жазып қалдырған. Әл-Фараби Аристотельден кейін әлемдік ғылымға екінші өмір сыйлаған үшін шығыс философтары оны екінші ұстаз деп атады.